Ұлттық арнада Таңшолпан, біз хабарымызды жалғастырамыз. Бағдарламамыздың кезекті мейманымен таныс болыңыздар. Ермек Тоқтаров, Қазақстан Республикасы президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты саяси зерттеулер бөлімінің меңгерушісі. Ермек Бауыржанұлы, қош келдіңіз. Енді күзде кезектен тыс президент сайлауы өтетіні мәлім. Президент мандатының ұзақтығы 7 жыл және бір мерзіммен шектелмек. Енді бұл арқылы қандай өзгеріс енбек? Негізі бұл президенттің бастамасы өте маңызды. Біздің әрине саяси жүйеміз үшін, өйткені президенттің наурыз айындағы жолдау негізінде толықтай кешенді саяси реформалар бағдарламасы қабылданды. Соның негізінде референдум өтті. Енді бұл реформалардың бәрін жүзеге асыру үшін, оларды іс жүзінде дұрыстап осы практикаға енгізу үшін президент осы кезектен тыс сайлауды жариялады. Бірақ сонымен қатар осы президенттің өкілеттігі 7 жылға ұзартылып, бір мерзіммен шектеледі. Бұл не үшін керек? Әрине, қазіргі таңда әлеуметтік, саяси, экономикалық үдерістердің динамикасы өте жоғары. Біз мысалы 19 жылда, 20 жылда пандемия болатынын білмедік, 21 жылда осы жылда қандай жағдай болатынын білмедік. Сол үшін әрине бізге экономикалық тұрақтылық керек. Сол үшін экономикалық дамуының тұрақтылығын сақтау үшін бізге саяси жүйенің тұрақтылығы керек. Әрине қазіргі таңда макроэкономикалық тұрғыдан өзгерістер бар. Кейбір шетел компаниялар осы көрші елдерден қайтып бізге келуі мүмкін. Бірақ бұл инвесторларға, бұл компанияларға, оларға саяси кепілдіктер керек. Сондықтан президенттің қазіргі осы жылда сайлануы өте маңызды, өйткені келесі 5-7 жылдың ішінде біздің саяси жүйеміз тұрақты болады. Президенттің реформа курсы нығаяды, ол біздің реформалы сақталады, әрі қарай демонополизация болады. Ол өте маңызды және біздің экономикалық және саяси тұрақтылығына әсер етеді. Енді айтып отырсыз ғой, жалпы осы жерде жолдауда айтылған жаңағы бастамалар, кешенді жоспарлар, тапсырмалар туралы айтылды. Бұл енді реформаның басты мақсаты. Енді осы ретте біз саяси экономикалық дамуымыздағы тұрақты дамуымызға қандай кепіл береді нақты? Негізі президент 2019 жылы сайлау алды бағдарламасында айтылған, ол біріншіден әлеуметтік саяси реформалардан бастап әрі қарай экономикалық дамуға мүмкіндік береді деп айтты. Қазіргі таңда да біз неге президент осы жолдамада жаңа экономикалық саясатты жариялады? Бұл саясаттың саяси негіздері бар. Бұл реформалардың негізінде қалыптасқан, референдумде қалыптасқан. Енді біз үшін бізде жолдау бұл стратегиялық документ. Оның негізінде ертең жолдауды жүзеге асыру жоспары қабылданады. Әрине, сол стратегиялық документпен біз әрі қарай өзіміздің мемлекеттік саясатты өзгертеміз, шешімдер қабылданады. Сол үшін бұл жолдама және жолдамада айтылған бастамалар, ол әрине біріншіден жаңа экономикалық саясатқа апарады. Екіншіден, әрі қарай президенттің реформа саясатын жалғастырады. Яғни мемлекеттің басты құндылығы адам десек, енді осы ретте ұлттың байлығын тең бөлу, баршаға мүмкіндік беруді бұл реформаның басты мақсаты. Бұл да қоғамның орнықты дамуындағы маңызды шешімдердің бірі ғой? Әрине, негізі ұлттық қорды пайдалану адамдардың мүддесі үшін бұл қоғамдық сұраныс. Сондықтан бұл біздің осы ұлттық қорымыз бұл түрлі валютамен сақталуы мүмкін. Сол үшін бұл ақша әрине шетелдердің экономикасына енгізіліп, бұл табыс бізге береді. Сол табыстың жартысын әр балаға береді. 18-ге толмаған балаға. Әрине, бұл бастама тек 2024 жылдан бастап енгізіледі, бірақ сол кезде де әр бала сол ақшаны алады. Бұл балалардың осы мектеп бітіргенше дейін оларға бір капиталды жинауға мүмкіндік береді, қаржылы бір мүмкіндіктер береді. Өйткені бұл
депозиттерді балалар ертең әрине оқуға немесе тағы басқа да мақсаттарға жұмсауға болады. Сол негізі біріншіден әлеуметтік саясаттың өте үлкен қадамы, өйткені бүкіл адамдарға емес, балаларға беріледі. Өйткені бізде сынақ бойынша, 21-ші жылы өткен сынақ бойынша, нәтижелері бойынша бізде 17 жасқа дейінгі балалардың саны бұл еліміздің 33%. Сондықтан бұл өте көп балалар бар, оларға көмек көрсету керек. Өйткені әрі қарай қандай экономикалық жағдай болады, қандай макроэкономикалық көтерілістер болады деп білмейміз. Сондықтан оларға бұл қаржы кепілдік деп санауға болады. Жалпы әлеуметтің әлеуеті туралы, соларға жасалған қам, көмек, жәрдемдер туралы, бастамалар туралы жалпы не айтасыз? Сосын екінші тағы бір сұрақ, қосымша ұлттық жобалар туралы. Осы жолдамада бұның негізгі сипаттамасы бұл әлеуметтік саясатты әрі қарай дамыту, адамдардың әлеуметтік экономикалық ахуалын нығайту. Сондықтан олардың көп бастамалар болған. Олардың ішінде мысалы әйелдердің зейнетке шығу жасын 61 жаспен шектеу өте маңызды. Өйткені 2018 жылдан бастап әр жыл сол зейнетке шығу жасы жарты жылға өскен. Енді бұл үдеріс тоқтатылды. Бірақ бұл неге өте маңызды? Өйткені біздің қазіргі таңда Қазақстанда 8 миллионнан астам адамдар жұмыс істейді. Әрине, ресми түрде әр азаматымыз зейнетақыға 10% төлейді. Сол ақшаға әрине зейнеткерлер зейнетақыны алады. Зейнеткерлердің саны 2 миллионнан астам, 2,5 миллиондай. Сондықтан бұл жасты шектеу үшін, сонымен қатар зейнетақыны көбейту үшін бізге біріншіден тұрақты осы жұмыс орындарын оларды жүзеге асыру керек, оларды пайда болу керек. Әрине, бұл президенттің бастамасы, ол тек қана зейнеткерлерге ғана емес, бірақ сонымен қатар ол басқа да экономикалық салаларға әсері бар. Біріншіден, әрине, адамдардың ахуалын жақсарту. Бұл ең минималды жалақыны көтеру 70 мыңға дейін. Бұл да өте маңызды, өйткені бізде мысалы ауылдарда сынақ бойынша 40%-дай адамдар тұрады. Бүкіл осы 19 миллионнан. Олардың ауылда әрине қазір қандай осы медианная зарплата дейді, бұл қандай жалақы алады? 50-60-70 мыңдай алады сол. Бірақ қазір таңда президенттің бастамасымен, оның шешімімен бұл минималды осы жалақы 70 мыңмен қамтылады, ол шектеледі. Бұл да өте маңызды бір. Енді қазір расында мойындау керек, халық бос сөзден, жарқын болашақ туралы жалған ұрандардан шаршады. Халық жалпы мемлекеттік органдардың, мемлекеттік қызметшілердің қағаз жүзінде емес, іс жүзінде жұмыс істегенін қалайды. Осы ретте саяси қызметшілердің жауапкершілігін арттыра отырып, өкіметтің кейбір құзыреттіліктерін министрлікке беру туралы айтылды. Осы ретте өкімет салааралық мәселелерді қалай шешеді? Негізі бұл атқарушы биліктің вертикалды осы иерархиясы өте мықты. Сондықтан кейде жергілікті атқарушы органдар, олар орталық атқарушы органдардан шешімдерді күтеді, немесе нақты деректерді күтеді. Енді әрине бізде бұл жергілікті өз-өзін басқару органдарын дамытып, жергілікті атқару органдарын дамытып, оларға көбірек өкілетті беру үшін, сонымен қатар орталық атқарушы органдардың олардың жұмысын реттеу үшін осындай бастамалар керек. Бірақ сонымен қатар әрине президенттің айтылған бастамалар, оның шешімдері, оның ұсынымдары үкіметпен жүзеге асырылу керек. Өйткені бізде үкімет осы әлеуметтік экономикалық дамуға және президенттің тағы басқа да бастамаларды жүзеге асыру үшін міндетті. Олар соған жауапты. Сондықтан бұл президентіміз жолдауда әрине
бұл министрліктердің олардың міндеттерін ғана емес, бірақ жеке әр министрдің жеке жауапкершілігін нығайтуға шешім қабылдауды бастама берді. Сол үшін әрине біз тек қана халық қана емес, билікті, атқарушы органдардан бұл саясатты нақты іс жүзіне жүзеге асыру үшін күтеді. Бірақ сонымен қатар қазіргі таңда біз түсініп жатырмыз, әрі қарай осылай бұрынғыдай саясатты жүргізуге мүмкіндіктер жоқ. Сол үшін бұл үкіметте де, басқа да акиматтарда да істейтін адамдар бұл өзіміздің азаматтарымыз. Енді елге адал еңбек ету үшін және мемлекетті басқару үшін бізге мықты кадрлар керек. Енді осы кадрлық резерв туралы айтайықшы. Бұл президенттің де бастамасы, жастар кадрлық резервті құру, ол 2 рет адамдар жинады. Бірақ сонымен қатар бізде нақты мысалы мемлекеттік қызметте нақты жүйесі бар, оның категориялары бар. Адамдар бір категориядан жоғарыға өсіп, оларға емтихан тапсырып, әрі қарай жүреді, көтеріледі. Бірақ сонымен қатар қазіргі таңда бізге бір креативті шешімдер керек, мүмкін басқа да салалардан мамандарды тарту керек. Олар үшін осы мемлекеттік қызметтің және тағы мемлекеттік басқару жүйесінің батыл іс-әрекет ететін. Оған тарту үшін мүмкіндіктер жасау керек. Әрине қазіргі таңда бізде мемлекет тарапынан ол кәсіпкер болсын ба, немесе бір саяси амбициялары бар жас маман болсын ба, оларға бәріне мүмкіндіктер беріледі. Олар әкім болып сайлануға болады ауылдарда. Осы жерде де саяси партиялар құрып, саяси белсенділігін арттыруға болады. Сондықтан бұл мүмкіндіктердің бәрі орындарда бар. Енді азаматтарымыз белсенді болып, ол мемлекеттік басқаруға, мемлекетті дамуға атсалысу керек. Таңнан келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Ісіңізге сәттілік тілейміз.